Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге медовик тортының оқтаумен жаюды қажет етпейтін, корждары жұмсақ болатын өте дәмді тортпен бөлісетін боламын. Үйде жасауға кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Су мұншасында балымызды ертіп аламыз. Балымызды араластырамыз. Ас содасын саламыз. Ас содасын салған соң бізде реакция жүреді, түсі өзгереді. Осылай пена тәріздес болып өзгереді түсі. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, баяу отта ертіп аламыз. Мінекей дайын болды. Оттан түсіреміз. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, оның үстіне қант саламыз. Миксермен әппақ болып көпіргенше араластырамыз. Енді үстіне жаңағы еріген бал мен сары май қосылған массаны аз-аздан құя отырып миксерлейміз. Ұнымызды да електен өткізіп, бөліп саламыз. Қамырымыз жақсы бірігу үшін және де биік болып көтерілу үшін осылай бөліп саламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, осылай сұйық болып шығады. Пергамент қағазымызға 2-3 қасық салып, жұқалап жаямыз. 180 градуста 7-8 минут пісіріп аламыз. Мінекей мен барлығын салып дайындап алдым. Менде 5 коржық шықты. Енді 180 градуста 7-8 минут пісіріп аламыз. Енді заварной крем дайындаймыз. Ол үшін сүтімізге қант қосамыз. 1 жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. 6 ас қасық ұнымызды електен өткізіп, осылай қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Енді кремімізді газге қойып, араластырып тұрамыз. Жай отта араластырып тұру қажет, бізде қоюланады. Мінекей қою болып шықты.
оттан алып бөлме температурасындағы сары майымызды қосып араластырамыз. Мен кішкене ванилин қостым, жақсылап араластырамыз. Қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады ванилин. Үстіне пищевой пленкамызды жауып суытамыз. Суығаннан кейін холодильникке 20-30 минутқа қойып аламыз. Мінекей мен корждарым пісті, суытып алдым, дайын. Енді креміміз дайын болды. Көргендеріңіздей қою болып шықты. Өте дәмді болып шығады екен заварной креммен. Енді корждарымызды осылай жинап аламыз, кремімізді жағып. Корждан қалған қалдықтарды осылай блендермен езіп алдым. Енді осылай әдемілеп үстіне сеуіп шығамыз тортымыздың. Өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Мінекей достар, тортымыз дайын. Енді холодильникке 4-5 сағатқа қойып аламыз. Кремі сіңу үшін жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.